Қазақстан халықаралық инвесторларға көптеген мүмкіндіктер ұсына отырып, орталық Азиядағы ірі және барынша серпінді дамып келе жатқан экономикасы бар ел. Біз әлемнің барлық стратегиялық табиғи ресурстарымен байымыз. Сондықтан біздің елдің жетекші салаларының бірі металлургия өндіру болып табылатыны даусыз. Қазақстан алдағы уақытта ірі уран өндіруші атанады. Әлем бойынша хром, қорғасын, мырыш қоры бойынша екінші, марганец қоры бойынша үшінші орында, мыс өндіру бойынша 5-ші орында және көмір, темір және алтын өндіру бойынша алғашқы 10-ға кіреді. Заманауи смартфондарда кездесетін сирек жер металдарының 90%-ын Қазақстанда өндіруге болады. Әлемде ең ілгерінді ашық қағидат бойынша үлгіленген жаңа Тау-Кен кодексінің болуы мүмкіндіктерді барынша кеңейте түседі. Қазақстанның орналасуы қайта кең өңделген тауарларды Қытай, Ресей, Үндістан, Таяу Шығысты қоса алғанда бірнеше күнде барлық ірі әлемдік нарықтарға жеңіл экспорттауға мүмкіндік береді. Қазақстанның жаңа жібек жолының орталығында стратегиялық орналасудың арқасында Еуропаға да, барлық батыс Еуропа елдері үшін Қазақстанның тау-кен өндіретін әлеуеті ауқымды болып қала береді. Ал ірі кен орындары әлі де игерілген жоқ. Басым сала ретінде үкімет осы саладағы жобаларға маңызды және кең қолдау көрсетуде. Кедендік баж, инвестициялық субсидиялар және натуралдық мемлекеттік демеу қаржы төлеуден босатумен қатар. Қазақ Инвест осы керемет мүмкіндіктерден пайда табуға инвесторларға көмектесу және Қазақстанның әлеуетін ашуға жәрдемдесу үшін осында. 24/7 қызметі ұсынатын әмбебап кәсіпорын бола отырып, біздің барлық сіздердің инвестициялық сұраныстарыңызды кешенді қолдауды қамтамасыз ете келе, инвесторлар үшін бірыңғай байланыс нүктесі болып табыламыз. Алға қадам басыңыз. Қазақ Инвест сіздің инвестициялық саяхатыңызды қолдайды.